үй жағдайында шашлык қалай болады екен ол? Үлкен қызым туған күніне дайындалып, үйде осындай шашлык пісіріп көрейін дедім. Духовкада қалай болады екен ол деп білмеймін, әйтеуір бастадым ғой өйстіп. Осындай 40 градус ыстықта өзіңді пісірсе осындай печкаға. Ой, бұлар менімен жау ғой, басталды уже менімен ұрыстары. Осылай 2 ыдысқа мариновка жасап қойғанмын ғой, мына жақта окорочка. Примерно білдірейін деп тұр ғой. Не болса да маринадтарыңды өлтіріп те. Неге мені сонша майдалап жергенсің? Сәл ірі қылып турайды ғой шашлыкке. Мына жақта қойдың етінен де жасап көрейінші деп жасаған. Майдалап жеріппін, етін қайдан білейін, бұны жасауды білмеймін. Мына жақта окорочкам күшті шықты. Мына палкаларды мұздай суға сап қойдым. Сосын барлығын палочкаларға тығып духовкаға жібердім. Қонақтарымыз да осылай келе бастады. Мынау менің құрдас келіншегім, осындай аниматорлар береді прокатқа. Мен қызыма туған күніне осылай киіп ғой, қатты қуанып қалдым. Өзім балаша қуанады екенсің осындай нәрсені. Сонымен қызым 3-ке толып жатыр. Осылай бенто торт алдырып өзіне үпірттім. Одан кейін тағы бір тортты алып, садиктегі достарымен де тойлатсын деп садикке тортпен бірге аниматорды да қосып жібердім.